Al kettik aka. Ya bu 1410-1420 жылдар арасында яғни салынған Ұлықбектің Әмір Темірдің немересі Әбілқайыр ханның баласы Ұлықбектің салдырған обсерваториясы. Осыда отырып әлем денелерін зерттеген. 20 жылдан кейін 15 ғасыр иә? Анда жазылып тұр солай. Кейін Ұлықбек өлтірілгеннен кейін Ұлықбек енді жынды бар, ислам Ұлықбекті өлтіреді солай. Содан кейін мұны көміп тастаған. Жоқ, бірақ көміп тастаған. Содан кейін қайта ашылған ғой. Мен біз ана рельсті көрейік ана жерде. Бұл ғажайып. Мынау енді қарасаңыздар адам түсіп шығады, иә? Иә. Мынаның ортасыменен жаңағы Ұлықбек болған осының ортасымен жүреді екен. Екі жағында екі шәкірт тұрады екен, жүреді екен. Сөйтіп жаңағы аспан денесін зерттейтін жаңағы аспаптар бар, ол енді ол кезде тексеретін микроскоп жоқ қой. Сол мынаның екі рельс тұр ғой. Сонда несі болған екен, сонымен жүргізеді екен. Ана баста мына басқа дейін бейді, қозғап. Рельсті, қозғап. Сол арқылы аспан денелерін осылай зерттейді екен. Жаңа мынау немен су таситын ба, немене қайда баратын жол дедік қой. Сондай нәрсе екен, аспан денелерін зерттеген екен, көрдім. Керемет, үстінде бұның үстінде бұның құрылыс болған ғой. Мұнан кейін ғой. Қалпына келтіргендер, е? Баяғыда біз келгенде бұндай емес еді. Аспандар еді. Көрсетейін қызым? Ең маңызды нәрсе осы ғой. Жаңағы тұрар жайлары, үйлері, моншасы деген сияқты, е? Кім өлтірді? Саттар ма? Мырза Ұлықбек музей мажмуасы дейді. 15 ғасыр дәулет мұхафазиясыға олынған дейді. Мирза Қытайша жазып қойыпты ғой, таңғанады Қытайша. Міне. Жаңа француздар қаптап жүрді мұнда. Шетелдік туризм дамыған, туристер көп. Міне, қазір Франциядан кеп қарап жүр. Францияның өңшең кемпірлері. Қандай тамаша шалдары, демалып, қыдырып, жеңіл киім, міне айтып жатыр, түсіндіріп жатыр. Жаңа ана музейдің ішіне кірейін. Не знаю дейді. Қазақсың ғой құдай біледі. Не знаю айтқаныңа қарағанда. Орыстың тілін осы көзі қара немесе азиялықтардан осы қазақтар ғана сөйлейді екен, мен түсінгенім. Азияттардан. Тәжіктер тәжікше сөйлеп жүр, кеше өзбектер өзбекше сөйлеп жүр, қырғыз қырғызша сөйлеп жүр, қазақ қана орысша сөйлеп жүр, албастан тұстады. Мынау Әмір Темірдің Франция королы Карл VIға жазған хатының көшірмесі екен міне. Францияға. Міне ағылшынша жыртып тұр. Тарихи дүниелер, енді суреттер. Мынау жуан домалақ түріктердікі ғой. Міне француздар міне. Мынау енді сол замандағы макет қой. Құран, міне. Кітаптар. Это тамаша.
Arkasını öğreteceğim, narsa olsa olmadı. Dobra, sevgiler. Düşmezsin de taksın. Diyorlardan ortak geledi ben şuradan. Assalomu alaykum. Diyorlarga ortak geledi ortak darvozasidan qo'yib beradi. Mana shu tuyalar qayerga jossa shunga dafn qilasan deydi. Tuyalar keladidagi mana shu 400 metr mana shu yerda pastlikda tuyalar yotadi. Yotgan payti buloq suv otilib chiqadi. Rossiyada boya daraxtdagi boya Qanday tomosha. Kadimgi tap-toza havodan naqsha жасап отыр мемлекет. Бәрін сәндеп жасап қойған. Тазалық деген ерекше, міне гүлдендіріп қойған, көгалдандырып қойған. Міне. Болды осыдан ғана ақша жасап отыр туристерден. Бізде бұндай жерлердің неше түрі бар ғой шіркін. Неше түрін жасап тастауға болады бізде. Тазалық жағы, мәдениеті, содан кейін адамдардың кішіпейілдігі ұнады маған Өзбекстанда. Өзбек халқының құрама екені кәдімгі білініп тұрады. Енді бізге жақындау халық қой. Акценттерінен бір-біріне ұқсамайтын акценттердің бар екенін көруге болады. Оны кеше бір таксист айтты, біз мына Иран жақтықтар, Хорезм өз бөлінеміз деді қысқасы. Содан көруге болады. Бірақ кішіпейіл. Біздегі сияқты едірен етіп шыға келмейді. Біздегі қайтып сұрасаң, адыраң деп шыға келеді. Алла. Аман болайық енді, аман болайық. Біз де жетеміз бір көз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Қалайсың балам? Міне. Алларын ерте тарихи жерде. Мирза Улықбек дейді. 1394 жылы туылып, 1449 жылы өлген. 55 жасында кеткен екен. Чек. Айтсаңыз болды ғой, акажанлар мен түсірем ғой. Акажанларым нәм десе мен шон қыламын ғой. Өзбекше сөйлеп кеттік қой.